Тұра тұрыңдар. Сонда оны қайда алып кетті? Оны қасақханаға кетті. Сен оның басын айналдырған. Бәріне сен кінәлісің. Қой шей. Гуапа ешқашан алаңға шықпас еді. Бәріміз мұны білдік. Сол үшін ғана қасапханаға жіберулері керек пе? Тыңда мені, Гүлбұқа. Сен қашып кеткен соң мұнда көп нәрсе өзгерді. Енді не шайқасасың, не ет боласың. Осыны ұмытпа. Не болды? Фердинанд, мен не ғой? Бәрі дұрыс па? Неге дұрыс болмасын? Жай әлгі аллергия. Иә, білесің, жылдың осы мезгілінде гүл тозаңы көп қой. Дәл солай. Гүл тозаңы көп. Көзім жасаурай береді. Гуапаға обал болды. Білем, екеуің дос едіңдер. Бұқалар дос болмайды, Ферд. Гуапо бәсекелесін болған, түсіндің бе? Бары сол. Жақсы. Мен оған қанша рет айттым. Өз-өзіңді қолға ал, қорқынышыңды баса біл деп. Бірақ ол тыңдамады. Кешір. Бұл қалыпты жағдай, достым. Мұны ешкімге айтпайсың ғой, иә? Аузымды да ашпайым. Бірақ әңгімелескің келсе, мысалы, аллергия жайлы. Мен дайынмын. Рахмет, Фердинанд. Сен жақсысың. Ферд, егер Гуаптың кебін кигің келмесе, мүйізіңді қолдануды үйренуің керек. Негізі Вальентенің сөзінің жаны бар. Осы жолы мына бөшкені құртам! Бөшке тағы да жеңіске жетті. Қоя сал, достым. Хей, алып, кезек сенікі. Матадор мырза қарап тұр. Қазір көрсетем. Даймон, қане, кеттік. Қане Клаус, қане Грета. Ал, секір, 2, 3, 4, пируэт. Сасық неме. Керемет, жігіттер. Осылай болады. Есіңді жи, Ферд. Сені Эль Примероға дайындау үшін 24 сағат бар. Енді сен жұмсақ, Гүлбұқа емессің, сен жойғыш роботсың. Осы жолы мына бөшкені құртам. Мен жойғыш